Арма қазақ, армысыздар қазақ елі. Жаңа Атыраудан өзімнің құрдасым, замандасым телефон соқты. Атырауға жаңа төл құжаттың уақыты бітіп, соңға барыпты. Содан бір жас келін кепті, суретке түсейін деп. Қазақша артына таққан орамал бар екен. Сосын ана жерде мен орамалды шешпей осылай түсейін депті. Сөйтсе, ана жерде айтады дейді сондағылар. Мен оны ең алғаш YouTube каналда да осыны айтқам. Хиджабпен болады, сіздер орамалмен болмайды деп айтады дейді. Бұл не сұмды? Қазақстанда отырмыз, айналайындар, біз Қазақстанда өз жерімізде отырып, біздің орамалға рұқсат жоқ та? Біреу айтты, сен тағасың ба, тақпайсың ба? Шадағы болмасын, тағатын тақпайдыңға. Елдің бәрі хиджаб тақпайды ғой. Саудияда сен қазақша орамалмен суретке түсірмейді ғой, хиджабпен түсіреді. Біздің арабтың құлы отыр, бұдар арабтың құлы отыр, мынау сұмдық. Бұның бәрін депутаттар енгізген кезінде, Бекболат Тілеухан деген депутаттар енгізгенде, қасиетсіздер, қасиет атқырлар. Солардың шешелері қазақша орамал тақты ғой, қазақша орамалға тыйым салып отыр. Хиджабқа рұқсат беріп отыр. Мұнан бізге не жинау керек бұған? Петиция жинау керек, мынау сұмдық. Қазақтың бүкіл мәдениетіне бұлар соққы жасап отыр да. Жаңа кепті, ана жерде айғай шу болыпты, қырғын шу төбелес болыпты. Сондағылардың кінәсі жоқ қой. Мына сол Бекболат деген сақалдылар сол хиджаб киюге болады деп. Сосын әркім өзі біледі ғой. Біреу сосын мен Украинаның киімімен киемін деп, тек арабтың хиджабы болады. Неге украиндық болмайды дейді. Бұл ұлтты екіге бөлу. Осы біреу шығады, мен өзбекше тақия киемін деп. Мынаны петиция жасап бізге бауырлар, мына қазақтың орамалы ол тәңіршіған емес, оны тағатын. Ол қазақтың орамалын украин ұлты да тағуы мүмкін, артынан орамал тағады ғой. Үлкен кісілер орамал тағады, жастар, кейбіреулер тағады. Мынаған бізге рұқсат бердіру керек. Өз отанымызда тұрып, мына араб құлдар, араб қандар біздің мәдениетімізге ашық түрде соққы жасап жатыр.